14 жасқа толған балаларға арналған. Оқу басталғалы біраз уақыт өтті. Ал біз топ болып әлі ешқайда барған жоқпыз. Қайда бару керек? Білмеймін, бірақ студенттік шағымызда көңілді өткізу керек сияқты. Енді көңілді өткізіп жатырмыз ғой. Сен де білмеймін, мен де өте көңілді. Мақсат қойша, осы сен кез келген әңгімені күлкіге айналдырудан жалықпайды екенсің. Шын айтам, ауылда жүргенде осы үлкендердің бітпейтін ақыл кеңесінен қашан құтыламын деуші едім. Қазір рахат, ақыл айтатын үлкендер жоқ. Сосын менің ұйқым қашан қанады деп ойлап жүрдім. Өзің білесің, демалыс күндері таңнан кешке дейін төсектен тұрмай ұйықтай беремін. Сосын ауылда кешкісін апамның мазасын алатын, бүгін не жейміз деп. Қазір рахат, тамақтан дамаймын. Не бар соны жей беремін. Мен де өте көңілді. Жақсы. Жарайды. Қайда бару керек дейсің? Киноға, театрға баратын жер көп. Жарайды, онда өздерің жоспарлай беріңдер. Неге бірден өздерің, Сен де өзіңнің ойыңды айт. Мүмкін сен біз білмейтін қызықты жерлерді білетін шығарсың. Сұрастырам. Кімнен? Топ болып қайда баруға болады? Топ болып қайда баруға болады? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Түгелсіңдер ғой? Хабарландыру. Ертең университеттің барлық студенттері сенбілікке қатысады. Бірде-біреуін қалушы болмаңдар, міндетті түрде. Түсіндіңдер ғой? Бүгін келмегендер болса, ескертіңдер. Егер кімде-кім сенбілікке қатыспайтын болса, басқаша сөйлесеміз. Түсіндіңдер ме? Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Міне, топ болып қайда баратымыз шешілді. Өте көңілді болады деген айдам. Өте көңілді. Жеңіс, мақсаған. Басқа сылтау таппадым ба? Шын айтам. Велосипедтен құлап қалдым. Үші аяқты ма? Жақсы. Аяғы қалай сынғанда сенейік. Бірақ сенбілікке бармау үшін басқа да сылтау айтуға болады. Жігіттер, енді ергі отыр дейсіңдер ма? Менің ертең жарысым бар. Өздерің ойлап қараңдар, мен өтірік айтып не істеймін? Сонда сенбіліктен де жарыстан да қашып отыр ғой? Солай болып тұр ғой енді. Кетіндерші, миды шіртпей. Жеңіс, миың шірмесін десең, басыңды гипспен орап алсайшы. Ертең аяғым жазылсын, ісім сенмен болсын. Жақсы. Аяғына жазылған күтіп отырасың ба? Гипс бар аяғыңмен тастап жүрсеш, есесіне қатты тиіп. Күліңдер. Күлме досқа, келер басқа деген білет шығарсыңдар. Ой, Жеңіс, осы жерден сенімен достығымызды үзетінбіз. Ешкім аяғын сындырғысы келіп отырған жоқ. Матс, сен біз үшін жауап бермесейші? Мәкене, аяғын сындырғын келіп отыр ма не? Рамазан, сен аяғын сындырасың ба? Қой. Қайдаған айтатын? Мейрам аяғын сындырам деп отыр. Мен саған олай деген жоқпын ғой. Айттың ғой, біз үшін жауап берме дедің. Жоқ, енді Жеңіс, күлме досқа келер басқа дегеннен кейін сен өзің айтқан жоқсың ба енді? Қоя қойшы. Біреу бірдеңе деген екен, енді сол үшін қырыласыңдар ма? Енді Жеңіс аяғын сындырып алды деп мен төбелесейік сол. Сол қалды ма біздің? Жоқ, Жеңіс тақсық аяғым сынды деп жатып алған ешпін. Өтірік айта салған ғой, сен не бермеші? Жігіттер, жайшылық па?
Мен осында жатқан жоқпын ба? Мен жайында бір ойларым болса, далаға барып шығуға айтыңдаршы. Өтірік айтып өз алдына. Емханаға барып, аяғына гипс салдырып, жатақханаға келіп, образға кіріп жатқан қарасың. Қой, біреудің тағы бір жерсін бай тұрғанда шығып кетейік. Әй, жігіттер. Қалайсың, Жекс? Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалайсың, ағай? Жақсы, өзің қалайсың? Жайлап жатырмын. Қалайсыңдыр қоймышсың? Велосипедтен қалып қалдым. Абайламайсың бей. Енді ертең жарысқа қатысасың ба? Қатсам. Аяғың ше? Ештеңе етпейді, қорықпаңыз. Міне, нағыз батыр жігітсің ғой. О, кешіргесіз. Алейкумассалам. Мынау менің жаттықтырушым. Алла Мейрам. Осы бөлмеде тұрады. Досың ба? Жоқ. Әзірше досым емес. Сенбілікке қатыспау үшін өтірік аяғын сындырып алған. Шындықты біліп қойғасын бізге өзінше ренжіп отыр. Жеңістің ренжуі рас екен. Аяғын сындырып алған адамға күлуге бола ма екен? Өзің аяғын сындырып алсам көрер едім. Сіз де сеніп отырсыз ба? Сенем? Сенем ме Жекске? Сенбесем, жаттықтырам ба? Жарайды. Мен жүрейін. Ертең жарысқа келесің ғой? Иә, барам. Көріскенше отта. Түсінбедім. Аяғын сындырып алғанына сеніп отырсаңыз, ертең жарысқа қалай барады? Сен осы қандай спортпен шұғылданасың ел? Ешқандай. Енді шарласпа. Спортшылардың әңгімесіне. Жарайды жақсы. Көріскенше. Ағай. Нан ауыз тек кеттіңіз. Жарайды. Ас болсын. Жарайды жақсы. Кескенше. Жақсы, мен де жүрейін онда. Жеңісті күндерде жолыққанша. Сонымен сенбілікке бармаймыз ба? Өздерің біліңдер. Мен жеңіске жарысқа қолдау көрсетуге барам. Ректордан ұрыс естігім келе ме? Өз басым сенбілікке барам. Ерке, ренжіме. Мен осы уақытқа дейін көп қателік жібердім. Ендігі артық мәселе қажет емес. Жақсы, жарайды. Өзім ақ бара қояйын. Бір өтінген екен. Ерке айтып тұрмын ғой, мен баруға дайынмын. Тек екеуміз ғана не істейміз? Қандай қолдау көрсетеміз? Жеңіс алға деп айғайлаймыз. Ол күрестен жарысқа қатысып жатыр ма? Мәссаған. Мен оны білмейді екенмін. Мүмкін қашықтық
жүгіру үшін шығар. Не болса да жеңіс алға деп айғайлай береміз. Ал егер қол күрестен болса ше? Ой, былай тұрш, бәрібір емес пе? Айғайлай бер, алға деп. Бәрібір емес. Саған бәрібір шығар, маған бәрібір емес. Маған емес, бізге де. Мен де жеңісті қолдауға барамын ғой. Иә, бізге бәрібір емес. Біз жеңісті жақсы көреміз. Тоқта. Я, дұрыс. Біз жеңісті жақсы көреміз. Спортшы ретінде. Жоқ. Люба, сен қолдау көрсетуге бармайсың. Неге? Сол, бармайсың дедім ба? Бармайсың. Ерке. Бармайым деген адамға ренжисің. Барам деген адамға бармайсың дейсің. Қалай түсінуге болады? Жеңісті менен басқа ешкім жақсы көрмейді. Түсіндіңдер ме? Ешкім жақсы көрмейді. Жарайды, жақсы, бармасақ бармай қойып. Өздерің спортпен шұғылданатын жігіттер болмаған соң. Іштерің күйіп отырма. Бармасам бармай-ақ қой. Ту, Ерке, сені түсінбедім. Барам десең де ренжейсің, бармайым десең де ренжейсің. Енді не істейміз? Барғыларың келсе әңгімені көбейтпей барасыңдар ғой. Ой, Барғыларың келмейді де. енді Ерке Люба барам деп тұр ғой, барсын да. Өйтіп міндетсінбей ақ қойыңдаршы. Мен жалғыз өзім-ақ барам қолдау көрсетуге. Жолың болсын. Іштерің күйсе тұз жалаңдар. Ерке, жеңіс қандай спортпен шұғылданады дейсің? Бәйгеге қатысады. Атқа мініп алады да дүгдік деп шабады. Мүмкін ол бокске қатысатын шығар. Мүмкін ол хоккей ойнайтын шығар. Қазір ол маңызды емес. Маңыздысы қолдау көрсету. Саламатсыз апай, кіруге бола ма? Саламатсыз ба, кіріңіз. Апай, мен сізге бір шаруамен келіп тұрмын. Нақты айтсам, ұсынысым бар. Мен базарда отырған саудагер емеспін. Айтарыңды тезірек айт та, сабағыңа бар. Апай, сіз ашулансаңыз, мына кактус сияқтысыз. Иә, Мейрам, мен кактусқа ұқсаймын. Мен ендігі кактусқа ұқсайтыныма көзім жетті. Сен сыйламаған гүл де қалған жоқ. Мен айтайын деген... Ләззат, келіп кетші. Мына кактустың көзін құртшы. Ал енді бұл бөлмеде екеумізден басқа ешкім жоқ. Не айтайын деп едің? Ләззат шақырып жібересіз бе? Неге? Өтінем. Ләззат, келіп кетші. Насызге. Ой, рахмет. О, әдемі гүлдер екен. Ал, не айтайын деп едің? Отыр. Апай, сіз сенбілікке барлық студенттер қатысу керек деп едіңіз ғой? Әрине, барлығы түгел қатысу керек. Енді былай. Егер сіз мен ертеңгі емтиханыңызды жауып тастасаңыз, мен сізді алдап, сол сенбілікке қатысқысы келмей жүрген студенттің аты жөнін айтамын. Жақсы. Сонда ол кім? Ол жатақханада менімен бірге бір бөлмеде тұратын Жеңіс дейтін бірінші курс студенті. Қулығы қандай? Аяғым сынып қалды деп өтірік ауырып жатыр. Оның өтірік ауырып жатқанына дәлелің бар ма? Бар. Бүгін мен көзімше жаттықтырушысына ертең жарысқа барамын деп уәде берді. Солайды. Сенбілікке қатыспаған әрбір студентпен жеке сөйлесіп, өзім шара қолданамын. Бара беріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Мынау сізге шөлдеп қалған шығарсыз. Шөлдеген жоқпын. Бірақ қарным ашты.
Мына байғұс әбден қиналды ау. Өтірік айттым деуге намысы жібермейді. Шындықты айтуға қиналады. Өзін өзі қинап отырған адам бұл. Жігіттер, мен сендерге қарап таң қалам. Мен не адам емеспін ба? Бір аяғым сынған екен. Әбден мазақ қылып дымымды қалдырмадыңдар ғой. Нағыз достар болсаңдар, көмектесер едіңдер ғой. Қалай көмектесеміз? Сенің өтірік сынған аяғыңды өтірік емдейміз бе? Ренжіме, ол менің қолымнан келмейді. О, мына байғұсқа қалай көмектесуге болады? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен Жеңіспен сөйлессем деп едім. Сендер аз ғана уақытқа шыға тұрсаңдар. Саламатсыз ба, Жеңіс мырза? Саламатсыз, апай. Аяғыңызға не болды? Таңертең велосипедтен құлап қалдым. Велосипедтен. Аурумен ойнауға болмайды. Болмайды. Тыңда мені, Жеңіс мырза. Мен сенің өтірік ауырып жатқанды білмейді деймісің? Мені ешкімде ешқашанда алдай алмайды. Мен алдаған студенттерге қандай жаза қолданатынымды білесің бе? 3 күн бойы еден жуады. Универдің және 5 қабаттың еденін жуады. Апай, шын айтам. Таңертең велосипедтен құлап қалдым. Өтірік жылама. Жазаңды тағы 3 күнге созам. Жоқ, апай. Менде дәрігердің анықтамасы бар. Солай ма? Ал сен ертең жарысқа қатсам депсің ғой. Неге маған ешкім сенбейді? Мұғалімдер де, достарым да ешкім сенбейді. Ей! Менің қарным ашты! Кім бар? Ал Жеңіс, іске сәт. Бұл жолда жеңіске жетесің. Мен саған сенем. Рахмет, ағай. Бірінші рет емес қой. Қалай? Аяғың қалай, ауырып тұрған жоқ па? Қой жоқ. Аяғы несі. Бүгін маған ештеңе де кедергі болмайды. Міне, нағыз жігіт. Сен 8 адам жеңдің. Енді қалып тұрған финал. Ал, іске сәт. Не болды, Жеңіс? Ағай, аяғым ауырып кетті. Енді? Дайын. Осы бастан жылай бер. Мен сені жеңіп қоям. 1 минут. Сені жеңуге маған 1 минут жеткілікті. Кімнің жеңімпаз екенін жекпе-жектен кейін көрерміз. Жігіттер, артық кетпейміз. Бұл финал, бұл жерде ереже бар. Егер кімде-кім ережеден бұзатын болса, онда мен қатаң жаза қолдануға мәжбүрмін. Түсінікті ме? Ереже сақтаймыз ба? Онда кеттік, бастаймыз. Шах және мат.
Кешірім сұраймын апай. Қателік жібердім. Сен тек өзіңді емес, мені де оқу орнында ұятқа қалдырдың. Кешірім сұраймын. Жеңістің үстінен арыз айтқанша, жарысқа барып қолдау көрсетуің керек еді. Енді емтиханды өзім тапсырамын ба? Әрине өзің тапсырасың. Және бір күн өзің сенбілікке шығасың. Универді тазалап, 5 қабаттың еденін жуасың. Неге? Неге деп ойлайсың? Мөк-мөлдір тұп-тұнық көздерің, сендегі кескін көшір алмас ешкім, сендей болалар өзгеге. Түсіндіңдер ғой? Егер кімде-кім шықпайтын болса, сөзін дұрыс айтыңыз. Да что сделать? Спал, будет говорить. Емханаға барып аяғына гипс салдырып, жатақханаға келді. Іштерін кисе? Ничего, давайте здесь же на исход. Ничего. Көре алмасандар? Нақтырақ айтсақ? Нем бар еді? Ұсыныс. Ничего. Мен ертеңгі. Соны. Өтірік айтпадым деп. Өтірік айттым деп айтып. Стоп! Хорошо. Неге деп ойлайсың?